Бүгін өте дәмді кәді қосылған нәзік салатын дайындаймыз. Видеоны бастамас бұрын Instagram парақшамада жазыла кетіңіз. Ендеше кәді қосылған дәмді салатымызды бастаймыз. Бұл салатқа қосатын песто тұздығын әуелі дайындап аламыз. Ыдысымызға жасыл райхан, яғни базилик саламыз. Оған ақ желкен, аскөк, яғни укроп саламыз. Пармезан ірімшігін, 1-2 сарымсақ тісшесін, кеді жаңғағын, тоз бұрыш, зәйтүн майы мен сұйық май, яғни күнбағыс майын құйып, блендермен жақсылап еземіз. Қуырылған кеді жаңғағын қолдансаңыздар да болады. Бұл тұздықты жасап қойып, мұздатқышта 3 айға дейін сақтауға болады. Мінекей песто тұздығы дайын. Енді тауықтың етін осылай кубиктап турап, маринадтауға кірісеміз. Тоз, паприка қосамыз. Тауыққа арналған осындай дәмдеуіш қостым, бірақ бұл міндетті емес. Күнбағыс майындағы сарымсақты қосамыз. Жақсылап қолмен араластырамыз. Маринадқа 15-20 минутқа қалдырамыз. Шампиньон саңырауқұлағын осылай тураймыз. Табаға сұйық май құйып, қызған табаға шампиньон саңырауқұлағын салып, саңырауқұлақ сарғайғанша қуырамыз. Саңырауқұлақ піскеннен соң оны май жоқ етіп сүзіп аламыз. Осы майға маринадталған тауық етін салып 4-5 минуттай уақыт қуырып аламыз. Тауық етінде май жоқ етіп сүзіп аламыз. Бұл салатқа тауықтың етін ыстықтай қосқандарыңыз жөн. Енді біз кәдіні осылай домалақтап тураймыз. Оған тоз, паприка және көкөніске арналған осындай дәмдеуіш қостым, бірақ бұл міндетті емес. Сұйық май мен сарымсақ қостым, құр сұйық май қоссаңыздар болады. Араластырып болғаннан соң оны қызып тұрған осындай табамызға сұйық май құйып, қызған табаға кәділерімізді екі жағынан полоска қалғанша, осылай сарғайғанша қуырып аламыз. Жақсылап жуылған шпинатты осылай жегенге ыңғайлетіп тураймыз. Қиярды осылай доңғалақтап тураймыз. Черри қызанағын ортасынан 2-ге бөліп қосамыз. Тауық еті мен саңырауқұлағымызды қосамыз. Сары черриді де қостым және песто тұздығын қосып, жақсылап араластырамыз. Кәдінің салатқа аз ғана бөлігін қосып, қалған бөлігімен бетін әсемдейміз. Мінекей салатымыз дайын. Видеоны достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып, все деп таңдап қойыңыздар. Арнамда бұдан да басқа салаттардың, баклава, тоқаш, самсалардың рецептері бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.